Бүгін біз сіздермен электромагниттік тербелістер және толқындар аты айтып тұрғандар электр өрісі мен магнит өрісімен байланысты тербелістер. Енді бұның ең маңызды деген, ең көп кездеседі деген тарауларын бүгін түсіндіреміз. Ең қарапайым электрлік тербелген контур осы бірінші суретте көріп тұрғандарыңыздай катушка мен бір конденсатордан құралады. Ол қалай болады? Енді бұның біріншіден бұл тербеліс екенін ұмытпау керек. Яғни механикалық тербеліске өте ұқсас, заңдылықтары ұқсас. Механикалық тербелісте естеріңізде болса, орны өзгеріп отырады, косинус немесе синус заңына сәйкес жылдамдығы, үдеуі өзгеріп отырады. Гармоникалық тербеліс немесе дәл сондай заңдылықпен бұл жерде де өзгерістер болады. Бірақ бұл жерде әрине орын емес, жылдамдық емес, үдеу емес, бұл жерде зарядтар. Конденсатор білесіздер, ол жерде заряд сақталынады, катушкадан тоқ өтеді. Зарядта, конденсатордағы заряд ол азаяды, көбейеді, бағыт өзгереді, плюс пен минус, сол заряд тербеледі бұл жерде. Мысалы, қарапайым контурды қарайық, бір конденсатор, бір катушкадан тұратын. Бірінші суретте, мына суретке мән берейік, белгілеп қойдым. Қараңыздар, бірінші жағдайда конденсатор зарядталған. Үстіңгі жағы оң зарядтар, төменгі жағы теріс зарядтар, ал катушкадан тоқ өтіп жатқан жоқ. Зарядтың барлығы конденсаторда орналасқан. Біраз уақыттан кейін бұл зарядтар жүре бастайды. Зарядтар қозғала бастайды. Қозғалған кезде білесіздер, тоқ пайда болады. Тоқ күші катушкада тоқ пайда бола бастайды. Конденсатордың заряды азаяды. Азайған заряд қайда кетеді? Ол өзі жоқ болып кетпейді. Ол тоқ болып, тоқ күші болып катушкадан өте бастайды. Ал катушка білесіздер, ол соленоид ретінде, оның айналасында не пайда болады? Магнит индукциясы пайда болады, білесіздер. Әзірге оған мән бермейміз. Әзірге зарядтың азайған жағы ол тоқ күші болып өтетін. Бұл жерде тербеліс болып тұратын, көрдіңіздер, заряд азайып отырады. Және күш те өзгеріп отырады. Тоқ күші. Қараңыздар, біраз уақыттан кейін конденсаторда, ортадағы суретке қараңыздар, конденсаторда ешқандай заряд қалған жоқ. Барлық заряд тоқ күші болып кетті. Яғни бұл кезде тоқ күші максимум. Одан кейін қайтадан конденсатор зарядталына бастайды. Көрдіңіздер, міне біраз уақыттан кейін катушкада ешқандай тоқ қалмайды, тоқ күші нөл. Конденсатор қайтадан максимумға зарядталынады. Яғни амплитуда, зарядтың амплитудасына жетеді, былайша айтқан кезде. Бірақ қараңыздар, бірінші сурет пен екінші суреттің айырмашылығы қандай? Конденсаторде заряд теріс зарядталды. Басында үстіңгі жағы оң заряд еді, енді қазір үстіңгі жағы теріс заряд. Яғни бұл жерде қандай уақыт өтті? Бұл жерде периодтың жартысы өтті деген сөз. Былайша айтқан кезде. Тағы бір периодтың жартысында, яғни басынан бастап санаған кезде бір периодтан кейін конденсатор қайтадан бастапқы қалпына келеді. Яғни электромагниттік толқын деген тербеліс деген осы. Электромагниттік тербеліс деген осы. Заряд таусылады, тоқ күші максимумға жетеді, одан кейін керісінше солай зарядтар тербеліп отырады. Тоқ күші әрине бағытын өзгеріп отырады. Басында жоғарыда міне оңға өтіп бара жатыр еді, жарты периодтан кейін ол солға өте бастайды. Сөйтіп конденсаторды қайтадан зарядтайды. Осыны еркін электромагниттік тербеліс деп атайды. Енді байқағаныңыздай, механикалық тербеліс қалай еді? Механикалық энергиялар сақталынады. Кинетикалық энергия бар, мысалы серпе болса, кинетикалық энергия ең максимумда амплитудасында ол нөлге тең, бірақ ол жерде серпенің потенциал энергиясы максимумға тең, солай бірін-бірін ауысып отырады. Бұл жерде де дәл сондай. Бірінші суретте қараңыздар, мына жерде конденсатордың энергиясы максимум. Одан кейін периодтың 4/1-інде қараңыздар, мына жерде катушкада энергия максимум болады, конденсаторда энергия 0 болады. Осындай логикамен де бұны қарастырып есеп шығаруға болады. Енді бұл жерде период бар. Период мынаған тең болады екен. Оны Томсон формуласы деп те айтып жатады. 2π түбір асты L көбейтілген С. L деген индуктивтілік, катушканың С деген сыйымдылығы конденсаторда. Осы арқылы осындай жүйенің несін есептеуге болады? Периодын. Периодын есептегеннен білесіздер, жиілігінде табуға болады 1 бөлу период арқылы.
Ол демек болады 1 бөлінген 2p түбір асты L-сы болады. Немесе циклдік жиілікті табуға болады. Ол 2p бөлінген период немесе 2p көбейтілген жиілігі екеуі бір. Осы жерден циклдік жиілік неге тең болады? 2p бөлінген период арқылы есептеуге тырысақ, 2p қысқарып кетеді, сонда циклдік жиілік тең болады 1 бөлінген түбір асты L-сы екен. Осылайда есепті қарастыруға болады. Енді бір есеп шығарып көрейік. Бірінші есеп: тербелмелі контурда уақытқа тәуелді өзгеретін шама. Кедергі индуктивті өзгермейді. Индуктивтілік ол тоққа байланысты емес, ол катушкаға өзінің несіне байланысты, формасына, металлына. Міне заряд өзгеріп отырады, бағана айтты. Сыйымдылық ол конденсатордың өзінің сыйымдылығы, ол ештеңеге тәуелді емес. Зарядқа ештеңе тәуелді емес, яғни заряд ордыгіде жиналып, қанша жиналмауына сыйымдылық тәуелді емес. Кедергіде заряд өзгермейді, кедергі тұрақты. Бұл жерде заряд өзгеріп отырады. Екінші есеп: тербелмелі контур электр сыйымдылығы берілген, конденсатор және индуктивтілік берілген. Осы контурда шығаратын электромагнит толқын тербелісінің жиілігі. Жиіліктің формасын бірінші жазайық. 1 бөлінген жиілік тең болады 1 бөлінген период. Демек ол 1 бөлінген 2p түбір астында L-сы. Осы жерден есепті шығарайық. 2 көбейту 3,4. 3,4. Тағы бөлеміз L 0,4 миллигенри минус 3 дәрежесі. Сыйымдылық 0,1 нано, оның минус 9 дәрежесі. Осы жерден есепті шығаратын болсақ, 1 бөлінген 6, 28. Түбір астынан неше шығады? Бұны да тез-тез есептейік. Минус 3 дәрежесі, минус 9 дәрежесі, минус 12 дәрежесі болады. Минус 12, минус 13, минус 14 дәрежесі 4, 2 болып шығады. Демек, минус 14 ол минус 7 болып шығады. Осыны енді есептейміз. Сонда 10-ның 7 дәрежесі үстінде, астында 12 бүтін. Неше шығады? 12 бүтін 56 ма? Осыны енді шығаруымыз керек, есептеуіміз керек. Жобамен 7, 96-дан басталатын сан шығады. Демек, бұл жерде бір ғана дұрыс жауап бар. Бұл нұсқасы. Бұл нұсқасы дұрыс, 396 кГц шығады. Үшінші есеп: суретте көрсетілген тербелмелі контурдағы еркін электромагниттік тербелістердің циклдік жиілігі. Циклдік жиілік табу керек. Циклдік жиілік білесіздер, 2p бөлінген период. 2p бөлінген периодтың формасын білесіздер, L-сы. Бұл жерде тек қана периодтың формасын білсеңіздер есеп шығады. Циклдік жиілік үшін бөлек форма жаттаудың қажеті жоқ. Циклдік жиіліктің формасын жазып алдық. Енді сан мәндерін орнына қоямыз. 16, сыйымдылық 10-ның минус 9 дәрежесі. Демек, мына жерден 16, 10-ның минус 8 дәрежесі болады. 1 бөлінген 4, 10-ның минус 4 дәрежесі. Яғни көріп тұрсыздар, 1 бөлінген 4, 25-тен басталатын сан. Бұл жерде D нұсқасын көріп тұрмын, басқа жауабы жоқ сияқты. D нұсқасы дұрыс болады. Енді тағы бір есеп шығарайық. Суретте тербелмелі контурдағы ток күшінің гармоникалық тербелісінің графигі көрсетілген. Яғни бұл жерде айта кетейік, жоғарыда біз айттық, заряд пен ток күші өзгеріп отырады. Олар әрине гармоникалық тербеліске сәйкес келеді заңдылыққа. Демек, заряд конденсаторда амплитудасы көбейтілген косинус омега т деген заңдылықпен өзгеріп отырады. Ток күші болса да, ток күші де максимум амплитудасы ток күшін көбейтілген синус немесе косинус болып отырады, өзгеріп отырады. Осы заңдылыққа сәйкес. Енді осы заңдылыққа сәйкес графикті сызуға болады. График осындай болады. Бұны механикалық тербелістерде білесіздер. Яғни мына жерде мынау тоқтың максимум мәнді амплитудасы, ал период дегеніміз, қараңыздар, мына жер мен мына жердің арасы
период, яғни бұл суретте 4 микросекунд период екен. Енді сұрақты оқиық. Суретте тербелмелі контурдағы ток күшінің гармоникалық тербеліс графигін көрсетілген 1 микросекунд уақытында мезетінде. Яғни мына жерде 1 микросекунд деген, ол кезде ток максимумына жеткен екен. Катушкада ток максимумға жеткен, амплитудасына жетіптір. Демек, конденсаторда заряд 0-ға тең. Білесіздер, ток максимумға жеткен кезде катушкада, конденсаторда ток заряд болмайды. Енді жауаптарын оқып, жауабын табуға тырысайық. А нұсқасы: катушканың магнит өрісінің энергиясы конденсаторда электр өрісінің энергиясының 2 есе артық. 2 есе артық болмайды. Өйткені конденсаторда 0-ға тең заряд. Бұны оқып көрейік. Конденсатордағы электр өрісінің энергиясы катушканың магнит өрісінің энергиясынан 2 есе артық дейді. Жоқ, конденсаторда вообще 0-ға тең. Ал катушкада максимумға тең. Сыны оқып көрейік. Конденсатордағы электр өрісінің энергиясы максимал, конденсатордікі максимум дейді, ал катушканыкі 0-ға тең. Жоқ, бұл керісінше, конденсатордікі 0-ға тең болу керек. Катушканың магнит өрісінің энергиясы конденсатор электр өрісінің энергиясына тең дейді. Тең емес. Демек, нұсқасы болып тұрға оқып көрейік. Конденсатордағы электр өрісінің энергиясы 0-ға тең, дұрыс 0-ға тең конденсаторда, ал катушканыкі максимумға тең. Бұл жерде нұсқасы дұрыс болып табылады. Айнымалы ток. Енді білесіздер, тұрақты тоқты білесіздер, Ом заңымен есептеуге болады. Енді айнымалы ток деген де бар. Айнымалы ток қалай пайда болады? Айнымалы ток деген жаңа жоғарыда айтқан сияқты тербеліп отыратын ток. Азаяды, көбейеді, бағыт өзгереді деген сияқты. Бұл негізі алдыңғы электродинамика тарауында біз бастаған магнит ағыны бар. Магнит ағыны деген магнит индукциясы көбейтеміз аудан. Егер сол магнит ағыны өзгеріп отырса, электр қозғалыс күші пайда болады еді, естеріңізде ме? Сол жерден бастаймыз. Мынау жаңа теңдеу емес, жаңа формула емес. Бұл магнит ағынының теңдеуі. Мынау косинус альфа деген, мына суреттегідей жазық рамканың контурдың жазықтығымен магнит индукциясының нормаль арасындағы бұрышы. Егер осыны бұрышты өзгеріп отырсақ, демек магнит, былайша айтқанда контурды айналдырып отырсақ, жаңа мынау рамка тұр ғой, 4 бұрышты. Айналдырып отырсақ, ол жерде электр қозғалыс күші пайда болады, немесе потенциал пайда болады, былайша айтсақ, және ол потенциал өзгеріп отырады, тербеліп отырады. Айнымалы потенциал пайда болады, өйткені магнит ағыны өзгеріп отырады. Айналған кезде, өйткені аудан өзгеріп отырады ғой, мына аудан айналған кезде. Сондықтан магнит ағынында өзгеріп отырады. Электр қозғалыс күш пайда болады, ол да өзгеріп отырады, тербеліп отырады. Демек, Ом заңы бойынша білесіздер, потенциал, электр қозғалыс күш не тудырады? Ток күшін тудырады. Сол жерден ток күші де өзгеріп отырады. Сондықтан айнымалы ток дейміз. Бұны айнымалы ток дейміз. Мынау жоғарыда бұл теңдеу электр қозғалыс күшінің өзгерісі. Қараңыздар, магнит индукциясы көбейту аудан көбейтеміз синус омега т-ға, өйткені синус заңдылығымен өзгеріп отыр. Бұл теңдеуде гармоникалық тербеліс сияқты. Бұл теңдеу бір контур үшін жазылған, яғни бір рамка үшін мынадай. Бір рамка үшін. Егер бұндай контур орам саны көп болса, жай ғана оны сол орамның санына көбейтеміз. Осыдан бізде ток күші пайда болады. Енді ток күшіне келейік. Ток күші электр қозғалыс күшіне тәуелді. Ол да синус заңымен өзгерсе, ол кезде ток күші де синус заңымен өзгереді. Бұны жоғарыда бағана айтқанбыз. Ток күшінің максимум амплитудасы көбейтеміз синусқа. Осы заңдылық бойынша ток күші өзгеріп отырады бізде. Енді бізде білесіздер, орташа мәнін қолдану керек болады кейбір жағдайда. Осы ток күшінің орташа мәнін есептеп көрейік. Орташа мәні, мысалы 10 ампер, 10 амплитудасы, біраз уақытта кейін 0 болады, біраз уақытта кейін минус 10 болады. Минус 10 деген тоқтың бағыты өзгереді, және 10-ға жетеді, 10 амперге максимум. Орташа мәнін есептеңіздер, неше шығады? 0 шығады. 10 қосу 0, қосу теріс сан 10, бөлеміз 3-ке 0 шығады. Бұл не деген сөз? Былайша айтқанда, орташа мәні 0-ге тең, тоқ өтіп жатқан жоқ сияқты. Бірақ шын өмірде білеміз ғой, бізде үйде свет жанып тұр, ток күші бар, ол да айнымалы ток көзінен пайда болып жатыр. Демек орташа мән 0 емес.
немесе бұл жерде басқаша айтсақ орташа мәнін қолдануға болмайды екен. Тура мағынада біз берген орташа мәнін қолдану болмайды. Сол үшін бұл жерде ғалымдар әсерлік мән деген физикалық шама енгізеді. Орташа мәнін қолданбайды, әсерлік мәнін қолданады. Яғни әсерлік мәннің былайынша мағынасы орташа мәні деп елестетсеңіздер болады, бірақ есептеу жолы тура мағынада орташа мәнін есептейтінмен сәйкес келмейді. Оны әсерлік мәні деп атаймыз. Әсерлік мәні ол амплитудасын, мысалы ток күшінің амплитудасын максимум мәнін бөлеміз түбірасты 2-ге. Осылайша біз әсерлік мәнін есептей аламыз. Электр қозғаушы күшін потенциалында сол формуламен, сол логикамен максимум амплитудасын электр қозғаушы күштің потенциалын бөлеміз түбірасты 2-ге. Осылай біз әсерлік мәнін есептейміз. Әсерлік мәні дегеніміз жаңағыдай орташа мәні ретінде қабылдасақ болады. Орташа мәні ретінде қабылдасақ болады. Есеп шығарып көрейік. 5-ші есеп. Біртекті магнит өрісінде айналатын рамада, яғни контур қонандай пайда болатын электр қозғаушы күшінің теңдеуі берілген. Заңы бойынша өзгереді дейді. Электр қозғаушы күшінің амплитудасы. Бұл өте оңай. Электр қозғаушы күшінің амплитудасы ол синус немесе косинустың алдындағы сан. Мәні. Ол бұл теңдеуде 12 болыпты. Демек, электр қозғаушы күшінің амплитудасы 12 вольтқа тең. Келесі есеп, біртекті магнит өрісінде айналатын рамада пайда болатын ЭКХ-ның теңдеуі берілген. Тербелісінің жиілігі дейді. Тербелістің жиілігін формуласын жазайық бірінші. Ол неге тең? 1 бөлу периодқа тең. А период дегенімізде бұндай жағдайда 2P түбірасты LC, LC екен. Осылай есептеуге болады, бірақ бұл жерде сыйымдылықта берілмеген, индуктивтілікте берілмеген, демек бұл формуланы қолдануға болмайды әзірге. Басқаша екінші форманы еске түсірейін. Циклдік жиілік неге тең? 2P көбейтілген жиілік. Осы жерден жиілікті табуға болады. Циклдік жиілік бөлінген 2P. Бұл формуланы қолдана аламыз, өйткені мына теңдеуден циклдік жиілік бізде белгілі. Ол синус омега-т естеріңізде ме? Т-ның алдындағы мән ол циклдік жиілік екен, 400π. Осыны қолданамыз, бұл бізде омега болып табылады, циклдік жиілік. Сол үшін мен осы форманы қолданайын. 400π бөлінген 2π. Осы жерден жауап көріп тұрса 400 бөлінген 2, ол 200 шығады. Жауабы С нұсқасы болады екен. Енді ары қарай жалғастырамыз. L индуктивті катушканың индуктивті кедергісі. Біз бағана айттық, катушка бар, сыйымдылық бар, олардың да кедергісі болады екен. Оның формуласы мынандай, көріп тұрсыздар. Индуктивтіліктің формуласы, кедергісінің формуласы ол циклдік жиілік көбейтілген индуктивтілік. Осы екеуін көбейтсек, кедергі шығады, индуктивтік кедергі шығады. Ұмытпаңыздар, бұны жаттап алу керек. Бұнда есептер кездесіп жатады. Индуктивтілік көбейтеміз, циклдік жиілік, сол кезде кедергі шығады. Мысалы 7-ші есеп, жиілігі 50 Гц айнымалы ток тізбегіндегі индуктивтілік берілген 0,5 өткізгіштің индуктивтік кедергісі. Жоғарыда формуланы қолданамыз. XL деп қолданамыз. Жиілік берілген, бізге циклдік жиілік келіп. Бірінші циклдік жиілік тең болады, ол 2P көбейтілген жиілік формасы арқылы есептеп аламыз. 2P көбейтілген 50, немесе 100π шығады. Бұл циклдік жиілік, соны қолданамыз. Циклдік жиілік көбейту индуктивтілік, 100π көбейтілген индуктивтілік, ол 0,5. Осы жерден жауап 5π шығады. Пиді 3,4 арқылы жазамыз. Сол кезде неше шығады? 15 деген сан шығады. Бұл жерде 15,7 Ом шығады. Д нұсқасы дұрыс екен. Ұмытпаңыздар, катушканың да кедергісі болады, конденсаторының да кедергісі болады. Жоғарыда біз катушканың кедергісінің формуласын жаздық. Енді төменде конденсатордың кедергісі. Ол 1 бөлінген омегасы, омега циклдік жиілік қасындағы сыйымдылық. Осы арқылы
конденсатордың кедергісін есептеуге болады екен. Енді электромагниттік толқындар. Естеріңізде болса, механикалық тербеліс, одан кейін толқындар бар еді. Бұл жерде электромагниттік тербелістер, енді электромагниттік толқындар. Механикалық толқындар, естеріңізде болса, ол судың деңгейі көтерілуі, толқын пайда болады. Дыбыстың молекулалар арқылы қозғалу, бұның бәрін механикалық толқындар дейміз. Немесе ұзын жіпті алып, жіпті бүйтіп бір жағын көтерсең, жіпте толқын пайда болады, бұл механикалық. Енді электромагниттік толқындар да бар екен. Оқып көрейік, бұл не туралы екен. Электромагниттік индукция құбылысын Фарадей кез келген магниттік өрістің өзгерісі құйындық электр өрісін туғызатындығын түсіндірді. Индукцияны Фарадей түсіндіреді. Айнымалы электр және магниттік өрістердің таралу процесін электромагниттік толқын деп атайды. Енді қараңыздар. Электр және магнит өрістерімен байланысты таралу процесі не деп атайды? Электромагниттік толқындар. Механикалық толқындарда бөлшектер болу керек. Міндетті түрде бөлшектер бірін-біріне тиіп, қозғалып, вибрация болып, сөйтіп мәліметті береді, энергияны тасымалдайды. Ал электромагниттік толқындарда бұл жерде электр және магнит өрістерінің таралу процесімен электромагниттік толқын деп атайды екен. Айнымалы электр өрісі және айнымалы магнит таралуынан электромагниттік толқын пайда болады екен. Магнит индукциясының векторы, яғни бұл магнит өріс индукциясы, электр өрісінің кернеулік векторы, осы екеуі өзара перпендикуляр, және оған қоса бұл екі вектор толқын таралу бағытына перпендикуляр. Қараңыздар, магнит өрісінің индукциясы, электр өрісінің кернеуі екеуі бір-біріне перпендикуляр, және олар тағы да неге перпендикуляр болады? Электромагнит толқынның қозғалысына. Бұл жерде қараңыздар. Электр кернеу бағыты, оған перпендикуляр магнит өрісінің бағыты, индукциясының, ол екеуі де неге перпендикуляр болады? Электромагнит толқынның бағытына. В деген жылдамдығы, соған перпендикуляр болады. Осылай жұмыс істейді екен. Енді жылдамдығы неге тең? Қалай есептеуге болады электромагнит толқынның жылдамдығы? Электромагнит толқын таралу үшін ешқандай ортаның қажеті жоқ. Осы жер өте маңызды, ортаның қажеті жоқ, яғни бөлшектердің қажеті жоқ. Атом, молекула бұлар үшін қажет жоқ. Механикалық толқында олар бөлшектер бір орта қажет. Электромагниттік толқынның вакуумда таралу жылдамдығы С, оны өте жақсы білесіздер. С деп белгілейді. Оны мынандай теңдеумен есептейді екен. Бір бөлінген түбірасты Е0 және μ0 деген тұрақтылар. Осыдан 3 оның 8 дәрежесі метр секунд шығады. Бұны барлықтарыңыз білесіздер. Жарық жылдамдығы деп айтып жатады. Бұл негізі электромагниттік толқынның таралу жылдамдығы екен. Есеп шығарып көрейік. 8-ші есеп. Восток ғарыш кемесінде қондырылған радиохабарлағыштың жұмыс істеу толқын ұзындығы белгілі 15 метр. Оның жұмыс істеу жиілік табу керек. Енді бұл толқын болғаннан кейін механикалық толқындармен бірдей формуласы, толқын ұзындығы тең болады жылдамдық. Бұл жерде жылдамдық С-мен белгілейміз. Көбейтілген период. Толқын ұзындығы деген білесіздер, бір периодта жүрген жол, былайша айтқан кезде. Осы жерден біз периодты есептей алсақ, сол жерден жиілік таба аламыз. Период неге тең? Толқын ұзындығы бөлінген жылдамдық, ал жиілік деген не? Ол бір бөлінген период, демек жылдамдық бөлінген толқын ұзындығы. Жылдамдық 3/10-ның 8 дәрежесі бөлеміз 15. Көріп тұрсыздар, 3 бөлінген 15 немесе 30 бөлінген 15 2-ден басталады. Жауап 20. Е нұсқасын бірден белгілесек болады. Енді радио толқындар, электромагниттік толқындар, яғни радио толқындар деп атап жатады. Толқындардың ұзындығы бірнеше миллиметр, электромагнит толқындардың бір түрі. Соны радио толқындардан бастайық. Толқындардың ұзындығы бірнеше миллиметрден бірнеше километрге дейін электромагниттік сәулелер радио толқындар деп аталады. Қараңыздар. Радио толқындар ол электромагниттік толқындарға жатады. Және оның ұзындығы миллиметрден километрге дейін. Осы аралықта жататын электромагниттік толқындардың барлығын біз не деп атаймыз? Радио толқындар. Былайша айтқан кезде бұл толқын ұзындығын ең үлкен толқындар, бұл радио толқындар. Миллиметр немесе километр осы аралықта жататын толқындарды біз радио толқындар дейміз. Немесе бұны былай есте сақтаңыздар, бұл ең толқын ұзындығы көп.
Ең үлкен толқын ұзындық радио толқындар. Одан кейін кезекте инфрақызыл сәулелер. Оның толқын ұзындығы 8-10-7 дәрежесінен 10-3 дәрежесі метрге аралығында. 10-3 дәрежесі метр, ол білесіздер миллиметр. Миллиметрге дейінгі максимум миллиметр, миллиметрмен бітеді, басталады 8-10-7 дәрежесі метр. Осы аралықтағы толқындарды біз инфрақызыл сәуле дейміз. Радио толқыннан кейінгі толқын ұзындығы аз. Одан да толқын ұзындығы аз болса, оны көрінетін жарық дейміз. Яғни біз көретін жарықтардың толқын ұзындықтары 8-10-7 дәрежесі мен 4-10-7 дәрежесі аралықта екен толқын ұзындықтары. Білесіздер, көрінетін жарықтардың түстері бар. Негіз ақ жарық қой, барлығын ақ жарық дейміз. 4-10-7 дәрежесі ол күлгін жарығына сәйкес келеді. Толқын ұзындығы мынау қателеспесем қызыл светке, қызыл түске былайынша сәйкес келеді. Осы толқын ұзындығы 8-10-7 дәрежесі және 4-10-7 дәрежесі арасындағы толқын ұзындықтарды ол көрінетін жарық деп санаймыз. Біз көретін жарықтар. Одан кейінгі ультракүлгін сәулесі, ол 4-10-7 мен 10-7 дәрежесінде толқын ұзындықтар. Бұны есте сақтаған жөн. Қиналсаңыздар, ең үлкен толқын ұзындығы және ең кіші толқын ұзындықты есте сақтасаңыздар болады. Ең үлкен толқын ұзындық бағана айтып кеттік, радио толқындары. Одан кейін рентген 10-8, 10-4 дәрежесі, одан кейін гамма 10-10 дәрежесі. Осы аралықтарда гамма сәулесі болып саналады екен. Барлық электромагниттік сәулелендірудің ортақ қасиеттері бар дейді. Ортақ қасиеті бар. Олар не дейді? Электромагниттік сәулеленулер. Ол гамма, рентген, ультракүлгін деген сияқты. Көлденең электромагниттік толқындар болып саналады. Және олар не істейді? Табиғатында не бар? Интерференция болады екен, дифракция болады екен және поляризация құбылыстарына ұшырайды екен. Осы сәулелер. Интерференция білесіздер, күшеюлері, егер фазалар сәйкес келсе, амплитудасы күшейіп кетеді, дифракция бағытын өзгертеді дегендей. Осы құбылыстар осы сәулелерде байқалады екен. Ортақ қасиеттер екен. Мысалы, есеп шығарып көрейік. 9-шы есеп жиілігі төмен сәуле. Қараңыздар, жоғарыда біз ең үлкен толқын ұзындық радио толқындар еді, ең аз толқын ұзындық сонда гамма болып тұр. Гамма сәулесі және рентген сәулесі. Ал жиілік деген керісінше, естеріңізде болса, жиіліктің формуласы қалай еді? Бір бөлінген период немесе жылдамдық бөлінген толқын ұзындығы. Қараңыздар, толқын ұзындығы көп болса, жиілік керісінше аз болады. Өйткені бөлімінде тұр толқын ұзындығы. Демек, толқын ұзындығы үлкен болса, жиілік аз болады. Мына жерде ең төмен жиілік, демек бізде басқаша сұрасақ, ең үлкен толқын ұзындық. Ол бізде білесіздер радио толқындар, жоғарыда айтып кеттік. Ең қысқаша маңызды мәліметтерді бердік деп есептейміз. Енді сіздердің міндеттеріңіз көп нұсқаулық байқау сынақтарына қатысып тәжірибе жинау. Сіздерге рахмет тыңдағандарыңызға.